Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздерге осындай қағаздан жасалған түлкінің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге осындай A4 парақ керек. Мұны біз шашы пішінді етіп қиып аламыз. Міне біз қиып алдық. Енді шашымызды ашып, осылай X пішінді етіп қайтадан бүктейміз. Содан соң қосу таңбасы секілді қайтадан бүктейміз. Ал енді шашымызды ашамыз және жоғарғы нүктені ортаға қарай бүктейміз. Бүктеп болған соң келесі бетін аударып, видеода көрсетілгендей қайырамыз. Бұл амалдардың барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Міне осы амалды жақсылап қарап алыңыздар, түсініксіз болып қалуы мүмкін. Және келесі бетінде дәл осылай қайталаймыз. Міне енді шыққан фигурамызды дәл ортасынан қайырамыз. Міне біз мұнда түлкінің екі құлағын жасап жатырмыз, яғни құлағын және басын осылай жасаймыз. Келесі бетінде дәл осылай қайталап, түлкінің басының пішінін жасаймыз. Міне бізде түлкінің басы дайын болды, ал енді денесін жасауға кірісеміз. Міне осы жерін жақсылап қарап алыңыздар, себебі түсініксіз болып қалуы мүмкін. Бұл бізде түлкінің құйрығы болып табылады. Пайда болған құйрықты осылай бүктейміз және тағы да бүктейміз. Міне біздің түлкіміз дайын болды. Ал енді көзі мен мұрнын қаламның көмегімен бояп қоямыз. Міне біздің түлкіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.